Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағымыз біз үй гүлдеріне түсетін зиянкестермен көрсетіп, фотолармен бөлісейін деп отырмын, қыздар. Бұл үй гүлдеріне зиянкестер қайдан келеді деген сұраққа жауап беретін болсам, біріншіден ауаның құрғақтығы, екіншіден температураның жоғарылауы жаздың кезінде, болмаса қыстың кезінде отопленияның суынан, және де ауаның құрғақтығынан, жаздың кездерінде, көктемнің кездерінде есік терезелерді ашқаннан даладан да келіп жатады, қыздар. Мына назарларыңызда мына фотода, қыздар, паутинный клещ. Қараңыздар, бұл паутинный клещ құрғақ ауадан өте тез таралады. Бір гүлге түссе, значит барлық гүлге жоқты деген сөз. Сол себепті де, қыздар, бұл паутинный клещтен құтылу өте қиын. Бұл паутинный клещ өзінің жұмыртқаларын топыраққа тастайды. Сіз обработка жасап, жаңағыдай жапырағына дәрілерді сепкенімен, оның топырағынан кейін қайтадан шыға береді. Сол себепті де апта сайын топырағын ауыстырып, обработка жасап тұру керек. Паутинный клещтің түскен осындай паутинкаларын өріп тастағаннан, және де жапырағының артында майда жыбырлап паутинкалар жүреді. Содан байқаймыз, қыздар. Мына этаптағы паутинкаларын өріп тастау бұл уже ең соңғы этапы, қыздар. Бұндай жағдайға жеткізбеңіздер. Егер де гүлдеріңізге паутинный клещ түсетін болса, онда міндетті түрде топырағын ауыстырып, өзіне керекті препаратын қолданыңыздар. Мына жерде мына мучнистый червец, қыздар. Мучнистый червец дегеніміз гүлге ұн шашып тастаған сияқты болады, қыздар. Кәдімгі аппақ ұн сияқты болады, жыбырлағаны байқалмайды. Бұл гүлдердің жасылда шырышының барлығын сорып отырады. Ал екінші жалпы видеодағы, осы көрсетіліп тұрған фотодағы бұл щитовка дегеніміз, қыздар, гүлдердің кенесі. Былайша қарап тұрсаңыздар, маған көп сұрақтар, осындай фотолар келеді. Бұл гүлдің өзінің несі ма деп ойлайды, жаңағыдай бүршіктері деп ойлайды да, ағашта жоқ, бұл щитовка. Және де осындай да бір шіре болып пайда болып кетті. Жапырақтарын ыстасам шіре деп айтып жатады. Ол щитовкадан болады, қыздар. Бұл щитовкаға қолданатын препараттарды мен презентацияда жіберетін боламын. Қандай зиянкестерге қандай препарат әсер ететінін мен сіздерге бұл видеода қандай суретте қалай көрінетінін таныстырғым келіп отыр, қыздар. Мына жерде белокрылка, қыздар, бұл ұшып жүреді. Аппақ белокрылкалардың қасындағы сапсар қап-қара болып тұрған кішкентай майда оның жұмыртқалары, қыздар. Бұлар жапырақтың артына жұмыртқаларын тастайды да, солай өте тез көбейеді. Сол себепті де кез келген зиянкеске қарсы, кез келген вредительдерге қарсы, егер де жоқ болса да айына бір рет обработка жасап тұрыңыздар, қыздар. Сол кезде зиянкестер түспейтін болады. Ал егер де зиянкес түскен болатын болса, қыздар, апта сайын обработка жасап, топырағын ауыстырып, солай құтыласыздар бұдан. Мына жерде тля дейді, қараңыздар, бұның түрлері болады, жасыл түрі болады және қара түрі болады, қыздар. Бұл тляда белокрылка сияқты осындай аппақ болып, ұн сияқты болып, жаңағыдай өзінің бар екендігін көрсетеді, жыбырлап жүреді, ұшып, қап-қара шіркейлер пайда болды деп маған сұрақтар келіп жатады. Ол тля деп айтып жатады, қыздар. Егер де осы тлилар пайда болатын болса, қыздар, бұдан құтылу да паутинный клещ сияқты өте қиын, қыздар. Сол себепті де бұл зиянкестер пайда болмасын десеңіздер, айына бір рет препаратпен обработка жасап тұрыңыздар, қыздар. Қандай препарат бұл зиянкестерге әсер ететінін барлығын мен презентация сабақты осыдан кейін жіберемін. Сол кезде, қыздар, қай зиянкеске қандай препарат әсер ететінін сол жерден көре аласыздар.